Dostlar, Төле би атамыз Ташкент қаласыны әділетті би болып билеген, соны ұмытпайық. Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Сіздердің көптеген сұрақтарыңызға мен бүгін Ташкент қаласы Абай көшесінде орналасқан Төле би атамыз Әлібек ұлының жерленген жерін сіздерге көрсетейін деп келдім. Бисмилла. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Аяқтарын шешіп кіреміз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ربنا اغفر لي ولوالدي والأستاذ والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يوم يقوم الحساب. Төле би атамыздың сөздері. Тәңірім қазаққа елдікті де, ерлікті де, даналықты да берген. Шайхан Тахырдың жерленген жер қабірі жазылған. Шайхан Тахыр 1279-1325 жасап өткен жылдары. Айтуы бойынша Төле би атамыз түсінде көрген Шайхан Тахыр ұстазды. Менің ұстазымның қасына жерлейсіздер деп айтқан. Төле би атамыз 1743 жылда Ташкентті билеген. Мынау ағаштың, сол кездің қалың ағаш, сарбы деген ағаш. Бұл ағаштан әлі де мүшк әмбар дейді ғой. Мүшктің иісі келіп тұрады.